күш адамдыр екен. Ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Аль-Фараби Худжанова. Аха, қанша? 500. Жақсы. Ладно. Уалейкум ассалам. Ассалаумағалейкум, тағы да амандасып қояйық. Бұл караоке такси НТК арнасында ән айту керек бізде. Атайып тұр караоке деп. Әнді жақсы шырқасаңыздар, мына ақшаның бәрі сіздердікі болады. Бұл жерде 30 000 теңге қазір менің қолымда максималды тұсымыз. Және ескертулеріміз бар. Ұнамасаңыздар, сіздермен қоштасамыз. Айтқан мекен жайға ерте жетсек, толық шайналымды ойнай алмаймыз. Сонымен не дейсіздер? Дайынбыз ба? Дайынбыз. Қатысамыз, иә? Бұл өлеңге қатысты бізде өзіміз студиядан келе жатқанбыз. Шәкіртіміз. Бәрекелді. Студиядан шығып келе жатсыздар. Ән айтады екенсіздер. Иә, авторлар. Онда мен дөп түскен сияқтымын. Кеттік. Тура түстіңіз. Ал жолға шықтық. Қазір студиядан шығып, қай жаққа бара жатсыздар? Үйге барып, кішкене үйге барып, Үйімізді алсақ. сосын тағы студияға барамыз. Студияға. Түнде тағы студия. Жұмыс бір нәрсеге дайындалып жатқан сияқтысыздар ғой. Иә, мына біз шәкіртіміз Гүлайым, досымның қызы болады. Гүлайым, білдік. Енді сіздердің есімдеріңіз кім? Менің есімім Мейрам болады. Мейрам. Мен композитор, осы қызға әндерін жазып жатырмын қазір. Аха. Қандай танымал әндеріңіз бар, бізде біліп жүрейік. Өйткені композиторларды көбінен көп, олар тасадан тыс қалады ғой, иә? Әншіні жақсы таниды, бірақ әндері арқылы композиторлар танып жатады. Бірақ түр келбеттерін есте сақтамайтыны бар енді. Қандай хит жаздыңыздар, мысалы? Енді хиттеп, қазір, мысалы? мен өзім Европа плюс Қазақстан сыйлығының лауреатын алғам. Кезінде өзімде ән айтқам, Дон Жуан емес, әндер восточный армиямен бір-екі рет концерттерге қатысып, сондай бір нелерді алғанбыз. Сосын әншілердің біраз, мысалы, Жеңісхан, Мадина Садуақасова, Бейбіт Қорған, группа Бақай, ННБ, в общем, айта берсең көп. Біздің Қазақстанымыздың мықты жұлдыздарына ән жазған адам екенсіз ғой, Мейрам, иә? Иә. Енді әнге көшейік. Қалаған әндеріңізді айта аласыздар. 0 теңге мен 5000 теңге көлемінде ақша тігіліп отыр. Қанша тастар, ол өздеріңізге байланысты. Ақылдасып шешіңіздер. Қызымызға бере берейік. Қандай ән айтамыз, Гүлайым? Мейлі қалай өзің қалаған ән. Билен айтшы, Айдана Меденова. Иә, дұрыс па? Микрофонды алып қосамыз. Бірге қосылып шырқасаңыз да болады. Монитор. Кеттік. Әдемі. Өзгелерден сені қызғанда мұқшағым бар болғанында мен қуанам білмейсің бірақ жүргейсің жырақ сағынды сені сүйдім ғашық еттің мені қатты сүйдім күндіз-түні сені іздеймін білмейсің бірақ жүргейсің жырақ сағынды өмірдің мәні тағдырдың бағы жаным ол бір өзің айталмағы тағы өмірдің мәні тағдырдың бағы жаным ол бір өзің жүрегім лүпілдеп соғады сен деп күрсінеді сен деп сені ғана іздеп сен ол шөлдейді бөленейік бірге қуанышты күйге қысылмашы сен келші менімен биле менімен биле менімен биле менімен биле менімен биле менімен биле
деген талант. Дай деп түкіріп қояйықшы саған. Талантты көргеншісі мінеке, қошемет. Максималды 5000 теңге сендерде ойланбастан береміз. Жақсы, құттықтаймыз, екінші айналымға өттіңіздер. Екінші айналымның шартын түсіндірейін. Сіздер 4 санатты таңдайсыздар, біздің компьютеріміз әнді қояды. Яғни ол сол санатқа байланысты. Мысалы, ретро, халық әндері, қазіргі заманның әндері және саундтректер. Ретро. Жақсы. Ретро болса, енді бұл әндерде ретро әндердің қатарына жатқызуға болатын шығар. Өкінішке орай бұл әншіміз жоғалып кетті. Білмеймін енді. Көрмей жүрмін. Никита Малинин деген әнші бар еді. Котенок деген өлең. 2000 қай жылы? Сол бір 2001-2002 деймін. Жоғалып кетті. Қателеспесем. Студент кездерім менің өзімнің. Қанша болды естігеніне осыған? Бір байқауды жеңіп алып, олар сол жерден шыққан болатын, е? Я тебе кричу, ты не слышишь, я тебя зову, ты не знаешь, я тебе лечу, ты все слышишь, я тебя хочу. Я весь для тебя, котенок, ты уснешь со мной на моих руках, ты еще совсем ребенок, ты еще паришь где-то в облаках. Я весь для тебя, котенок, пусть все говорят, ты не для меня, маленький ты мой ребенок. Я люблю тебя, для тебя, котенок, ты уснешь со мной на моих руках, ты еще совсем ребенок, ты еще паришь где-то в облаках. Я весь для тебя, котенок, пусть все говорят, ты не для меня, маленький ты мой ребенок. Я люблю тебя, я люблю тебя. Қай-қайдағыды есіме сүріп жібердің ғой сен. Жүрегім елжіреп, есіме түсіп, барлығы да сол котеноктарға арналды бұл ән. Барлық кішкентай котеноктарға. Көп нәрсе есіне жас кез. Менің котеногым отыр осы жерде. Қошемет, әрине. Максималды ұтып алдыңыздар. 10 000 теңге болатын, мінекей 10 000 теңге сіздерге. Поздравляем. Рахмет. Жақсы. Енді үшінші айналымның шартын түсіндірейін. Әңгімеміз өте қызық, бірақ та караокеге қайтадан оралайық дейін. Үшінші айналымда максималды 15 000 теңге тұр. Және бұл қиындауда болу мүмкін сіздер енді музыкадан хабарларың бар адамсыздар, жеңілде болатын шығар. Біздің бас серіктесіміз Тенгри Банк тосын ән дайындады. Оны қазір сіздерге қосамыз. Сонымен дайындаламыз. Шынымен қорқынышты айтқан сияқтымын, Енді сіздерге тосын ән, мына әнді ұсынып отырмыз. Үркер тобының Наурыз деген әні. Шынымен де қазір Наурыз мезгілі, көктем, кеттік.
жайдау айқай. Наурыз, наурыз, жыл кел жерге қай. Сармай, тары көже төгілді. Ақтағы жайдау айқай. Наурыз, Керемет. Қошемет, қошемет. Гүлайым құтқарды. Әрине, кішкене болса да құтқарды. қайырмасын ғана біледі екенбіз, иә? Қалғаның барлығы бұлай өтті де кетті. Енді музыкасын тыңдап алдық, бұл әнді еске алдық. Шынымен де наурыз көже барлығы көз алдымызға келіп, қарғашып кетті ғой. Жақсы, қазіргі шырқалған әнге 0 теңге мен 15 000 теңге көлемінде ақша тігілді деп айттым. Соның ішінен, әрине кішкентайымыздың көңілін қимай, 3 000 теңгені табыстайыншы. Ең басты қайырмасын білді, иә? Иә, 3 000 теңге өзіңізде. Енді айтқан мекен жайға жақындап қалғанымызды да ескерте кетейін. Осы өздеріңіздің көрсеткен жерлеріңізге мен дайынмын. Қазір тоқтаймын. Айта қоярсыздар. Қай жерге? Осы жерлерден болады. Тоқтайын. Жақсы, енді ақшаны есептейміз. Бұл енді Гүлайымның алғашқы табысы шығар, иә? Иә. Ендеше, ақшаны есептеп келгенде, сіздер 3 айын алдында 18 000 теңгені ұтып алдыңыздар. Нағыз Гүлайымның еңбегі бұл. Жақсы, әрине оны өзің шешерсің, бұл ақшаның бәрі өзіңде болады. Және біздің бас серіктесіміз Тенгри Банк мынадай сыйлықты дайындаған болатын. Бұл да тосын сый, ала қойыңыздар. Кейін ашып көздеріңіз көрерсіздер. Осымен мен сіздерді жеткіздім, ақшаларыңызды бердім, әндеріңізді тыңдадым. Біздің көңілді көтергендеріңізге бізде рахмет айтамыз. Сізге де рахмет. Өзі небәрі 14 жаста болса да, Гүлайым біздің құлағымыздың құршын қандырды емес пе? Бәрекелді.